Öyleydi. Есімде менің біреудің бұлай дегені, бір жұлдыз туса, бір адам қоса келеді. Сенбесең сенбе, осыған әйтеу мен сенем, құлазып қалам бір жұлдыз ағып сөнсемен, несі бар оның, айып па адам тағдырын, бүкіл ғаламның биіктігімен өлшеген. Аспанда кейде бір жұлдыз ағып баратса, тұрамда қалам бұралмай қалған сағатша, керемет неткен адамның келте өмірін жұлдызбен жердің қашықтығынан жаратса. Енді қалған ғұмырларыңыз сол жұлдызбен жердің қашықтығында. Енді бүгін ауданның әкімін шақырып едік, ол кісі өзі келгенде өткенде айтқан, мені осындай іс-шараларыңызға шақырып тұрыңыздар, келемін деген. Енді бүгін сессия болып аяқ астынан ол кісі келе алмай қалды. Сондықтан енді сол кісінің атынан мына құрмет грамотасын сіздерге ұсынуға аудан мәдениетінің дамуына қосқан елеулі еңбегі, қоғамдық келісімді нығайтқаны және белсенді азаматтық ұстанымы үшін Қайролла Белгібайұлы Майемеров марапатталады. Бұқар Жырау ауданының әкімі Сержан Жаңабекұлы. Тура осындай құрмет грамотасымен Жұмағали Айханұлы Елжанов марапатталады. Сізде шығар бейгіңіз әлі төмендірмесін. Ал. 1, 2, 3. Шүкір. Жұмағалиға бірі білсе, бірі білмес, сіздің көптеген әзіл әндеріңіз де бар. Осы келген қонақтарға сізге қолқа салып, бір әзіл әніңізді айтып берсеңіз. Сендерден ешкім. Енді әділән болғанмен арналығымыз қалшындығы жатыр. Ой салатын ән дейсіз. Бір жасына жатқан тіреліп жатады. Елдің бәрі әділ деп қабылдағаннан кейін қандай ойнап Шатыр шүтір тарс тұрс қолында тұрқылы орыс толған мастар кілем жастар қазақтар ғой тоға масқара. Саңғыр не болсынша құмар болған нараққа, жүндегі артық ауыз кетіп қалма, байқаса шүтігіп алма, ақша деп қой қалтада алуға. Арағымды қой қазағым жеткізбейді мұратқа, түсесің ғой аза. Ол ер жетті, қыз бой жетті, кәрілердің көбі кетті, ақыл айтар қалмай барат, қария дария. Мұнау жатқан кен далаға, Атырау мен Сарыарқаға ие болар бізде қазір жас бар ма? Ой жалған ай ауырады басым ай, жүрек мұздап кеудесі таптан қаламын қыздарға. Біздің ұлттан туылады, өзге жұртқа бұйырады, жігіт жоқ па қазаққа. Ел бүлінді, жер бөлінді, қазақтарға не көрінді, өз жерінде өзің құл боп құртасың ғой өміріңді, бірікпеген бастар ай апырмай. Қаңғып келген орыс неміс қысық көзді Қытай кәріс бәрі қожа қазаққа. Ой жалған ай не болды
өлгенектің болмын қазақ-ай өз-өзіңді жұлып жеме өсек айтып көңілдеме ақыл болса басында ел болса қазақ-ай ой ой қазағым ой ой қазағым ел болар қазағым Демеке, мынау әзіліңіз Әзілден гөрі мұңын айтты. басы әзіл болғанмен аяғында Қашан жазылған иә? Қай жыл? 90 жылдан 20 жыл иә? саяси мұң Жүзге жуық өлеңі бар екен. Жұмағали ағаның 100-ге жуық өлеңі бар екен. Мен соны бір реттеп жаңағы сөз энциклопедия шығарамыз. Қайролла аға, енді сізді көпшілік термеші деп таниды. Осы келген қонақтарға бір толғауыңыз немесе термеңіз болса қолқа салып. енді жаңа мынау айтып жатырмыз ғой, бір-екі ауыз сөзбен енді кезек келе ме келмей ме айтып алайық деп жатқаным ғой. Ақын жаңа Мұқағали Ақатаев айтқан екен, сіздер 60-қа келдіңіздер, 60-қа келсек екен, енді біздер деп кезінде айтқан екен. Сол 60 туралы жаңа айтылып отыр ғой. Біреулер айтып отыр, бұл деген әлі жас қой, екінші жағынан талтыс қой деп отыр. Сол енді ақын Серікқалиевтің сол 60 туралы шығарған бір шумақтары бар екен. Соны бір айтып өтейін деп отырмын. Қылшылдаған 40-тан алыс тұрсаң, жасыра бер жасыңды намыс қылсаң, 60 деген бала ғой жап-жас қана, 80 менен 90 мен салыстырсаң. Солай деп өзімізді жұбатамыз, жүргенді жарқын қағып ұнатамыз. Алдаған өзін өзі бұрында да 60 деген талтыс деп бір ағамыз. Бермей қомпаямыз, ішінеміз, көрінсек көркем жастық сінеміз. Базарға бара жатқан емес, бірақ базардан келе жатқан кісілеріміз. Бозбала жасап жүрген қанша қылып жараспас ендіге, байқа ұмыт дейді. Бәрібір кеткен жастық келмес қайтып, сақал тасақта қанша қыр. 60-тар алдай берме енді өзіңді, өмірде көп нәрсені көзің көрді. Ақылың әбден толып піскенде, жолатқа алып шықпа сезімдерді. Артыңа құр бекерге қарайламай, алдыңа үңілетін кезің келді. Жақса да жайлы төсек жамбасыңа, құлшылық жаса енді таңдаса деген екен дейді. Қолға орындап білейін, енді сарыны осы айтылған жаңағы неге керек болады енді. Бәйбіше, шай қой дейтін кездеріңіз ғой қазір. Енді 10 жылдан кейін бәйбіше шай қояйын ба дейтін кездеріңіз. Соға жеткізсін. Onda
Өткінші мынау өмірде өтпелі барай өтпелі аға деп барсам ағаңа ағаның гүлін өткізіп бауыр деп барсам бауырына бауырың өкпелеп туысқанға туа жар жолдасыңа жүре жар жолдасыңа жүре жар үйінде осай өтпелеп қара тас сенен қорықпаймын сенен де бір күн от шығар қара жер сенен қорықпаймын саған да бір күн шығып шығар айналайын ағайын сендермен жерді бір басқан сүйгізген сүйген мұңдасқан өмір өлім жыртастан менде де арман жоқ шығар сүйгізген сүйген мұңдасқан өмір өлім жыртастан менде де арман жоқ шығар сен Алматыда қандай ән айтып еді? Қандай келмеді? мен онда Қайсың? Атаң болса анаңмен. кімдікі ғой Қайсысы? жоқ қайсысы емес көрінеді ол оны кейін зерттеп неткенде ол жаңағы сүйінбай Сүйінбай? кейін анау әдебиеттерде солай шықты иә әдебиеттерде солай болып жазды көп айтып жүрдім сол кезде сол кісінің ана жас болғандар өмір туралы жастама туралы Менің бір арманым орындамады. Өкпем бар менің. Өйткені мен айтып жатырмын ғой жаңа өлең қойып отыр жоқ, қоя берсін бәрі ол қала деген ол мен осы аудан орталығында кермешілер мектебін ашқым келді. Мынау қазір Нұр Отан алып отырған зданияны маған Рахимов өзіме лично ұйқып берді. Мен ондайдан қорқатын адам, мен айттым, мен алмайын дедім. Сосын біраз күннен кейін келімді айттым, Жангелді екеуміз сөйлесіп, қайролан осылай тартайық дедік, осыған үй алып берейік деп. Сосын бармайын ба? Бардым айттым, күшті ме сол, сіз маған бересіз ба? Берем деді. Бірақ мен емес, мен осындай жігіттер келіп, кермешілер, ойбу деді, жарайды енді сенің арманың болсын деді, арманым дедім солай. Сол бүкіл арманыма су сеуіп қалай енді ол ұмытылмайтын не? Мен мысалы бүгін бізден қаншама теміршілер. Рахмет әйтеуір. әңгіме барысында қазір ол айтылар деп ойлаймын жарайды енді бірақ енді жылда Бұқар жыраудың байқауы өтеді. Сонда мен бұлардан сұраймын, қазір мен жұмыстан ба, жұмыста емес, мен аудандамын ғой, маған ешкім ешқандай не қоя алмайды, отта жоқ, тоста жоқ маған. Звондайын айтамын, нешене дайындандар, дайын жоқ дегенде келіп тұрып бытшыттан шығалғым келеді. Телефоннан қалай айтайын бұларға? Бірақ беремеді. Енді сонда ойлаймын, бір жыл бойы сендер не бітірдіңдер ай? Бұқар бабаның несіне дайындалмасаңдар, сендер Бұқар жерінде жүріп, не үшін жүрсіңдер ол қызметте, не үшін мен сендерді қалдырдым деп те айтқым келеді. Сол сұрақты мен бәрібір айтамын сендерге. Мен айтып отырмын, иә? Ол сендердің міндеттерің. Бұқар бабаны қанша күштерің бар, насихаттау, үйрету. Сон ауылдарға барғанда қаншама нелер таптыңдар сендер. Ешкім білмеген бірінші орын алды, я бас жүлде алып сөйтті ғой. Сол неден сендер түспеулерің керек. Негізі жылдан жылға адам деңгейін көйтіп отыру керек. Вот осындай не болу керек. Мен олды бүйтіп жапақ бүйтіп қарап отырам, кім шығарар екен, не етеді екен деп. Сол айтайын деген. Енді жарайды деген ішті бүгін ішінен кешірем енді, бәрі не істейді. бір ашуыңызды беріңіз енді. Мен айта салам да қала салады, мен ұстап жүрмеймін. Келесі құттықтар сөз кезегін ұстаз, ақын, өлкетанушы Қалиасқар Мықтыбайұлына беріледі. Алғабастың триосыdır. Ортанушы бұл. Bundan da.
бірінші құттықтап не қайсы құрметті ағайын, құрметті нағашым Жұмеке, құрметті аға Әлеке, бала кезіндегі көрініс көз алдыма келіп отыр. Жұмекенің үйінің жанында асық ойнайтынбыз. Бұл кісілер үлкендеу ғой, біз кішкене шетті қақпайлап асығымызды ақ қойып. Жұмекен мынадай костюм болды. Мынадай костюм, әте жеңі осылай ақ, үлкен ақ. Бүйтіп асығын еріп тұрады да, бүйтіп алады да. Мырзағали деген ағасы тұрады. Сосын мен сенен біреу дәметіп тұрмайын. Мен сенен біреу дәметіп тұрмайын. Жұмекем сақа жұлып кетеді. Мен де береме деп, мен де дәметім, өкінші қарам ағам бермейді. Алыста отырам ғой. Қайыр ағам тұрады дейді. Бәрі кезеге келді, алтастар ойналады. Қайыр ағам дейді, асық еріп тұр, аспанға қарап. Өй, сегіз, ә? Бүйтіп олады, асығы шығыр. Ол сурет көз алдына келіп тұреді. Кеше ғана өткендей. Мәнемай өтті. Қараңыз енді, кеше ғана сияқты болған нәрсе, бүгін осындай. Айға, жасқа келіп асыздар еді. Жақсы кісінің жасын сұрамайды, жақсы аттың кісін қарамайды дейді ғой. Сондықтан да жасай беріңіздер еді. Анау, кім? Баян Көкен ол деген ағамыз болды ғой. Содан 70-ке келіп, соның бәрі сен сөйледік жоқ. Осы неше адамдар келіп, мықты-мықты. Сосын мен басқардым. Өзің сөйлейсіз бәсім, сөйлейді, мен сөйлейді мүмкін сөйлейді. Енді ағайындар енді, бәріміз, секілдеп сөйлейді осы. Бәріміз 70-70 деп айтсыздар. Мен өзімді 70-ке қимаймын. Сол айтқанда мен сізді қимаймын. Қимаймын, сөйке. Баяғы сол жаңағы мал кезіміздегі сол баяғыдай бәрі де баяғыдай кілемін жаядымай, енді маған 40-тың қылығын бер, ақылын бер, арын бер, аяғыдай деп мұқағали етті. Қырғыз сол жастық шақтың бір жалына орта айтпасын сізді. Мен ағалармен бір пародия етейін, Жұмағали ағамның, Қайыр ағамның, Қайырге ренжіп қалмайсың Бүгін ренжу жоқ қой, кешіруім болып тұр. Осы келінбайтын тойында білетін шығарсыз. Екі қыз қымыз қиып жүрді, Қайыр екен екенбіз кесіп отырды ағыздарға. Көксейді оған кезі. Мен бойдақ келдім. Содан қыздар да жоқ деп етеді. Дегенде кесіп отырмыз, тұр қызып ағамыз өзіміз. Сізден жастармен не шейді деп, біреу тақы ете түсті. Қайыр кеңді осы 30-ның оғажақ бұжағында менен жастауым дедім. Сол 25-26. Сосын екіншісі, оғай сіздер әйелеріңіз бар шығар? Сосын әйелі барды қойды. Жоқ, екеумізді бойдақ қойды. Тоқта жүріп, бұдыртық қоясың ғой, мен айтамын. Қайыр екен, сол мәтел болып кетті жігіттер. Өнер адамдардың арасында, мысалы, Ерлан, екі Ерлан бар, бәрі. Қайырдың пародиясын айтшы деп олғай күледі. Екеумізді бойдақпыз деп. Соны тақында өтті Қайыр. Айыпшар береді. Қызарды ғой. Ол жетеді. Қортайын деп тұрсын. Тойға барғандағы беретін сөздерім бар ғой. Қорқпайды Олай болса, алдарыңыздағы жаңа ғана қалиасқар айтқандай, алдарыңызға әке бас қойдық, екі қолыңызды бос қойдық деп, енді алдарыңызда құйып қойған сусындарыңызды алып қойып отырыңыздар. Мен мына кісіге сөз берсем деген ойымыз бар деп атын айтып, ол кісі жоқ болады. Ол кісі қайда екен? Ол кісі сөйлеп кеткен. Ол кісі өзі бергенде, өзі ұмытып кеткен сіз оға. Ол кісі не кетіп қалған. Одан Қайырекең айдақтан келіп, Қайыреке тойға барайық. Мен қалай барам? Мен Құдайдың жолында жүрмін. Мен өтімін. Мен шығып қойдық қалайды, мәрақ қойды ғой. Өті құйсайын да, өзің білесің енді бірдеме ол сөз тап деймін ғой. Содан бір күні бардық, іштеп айтпаймын мен. Енді қарайсың екен, қарап. Алдарыңыздағы әртүрлі дәм құйылып тұр.
шетіндерге салып қойып отырмыз. Жоқ, қайыр. Памелия сұрай. Сезімді қайтем, сезімді қайтем, сезімді қайтем тулаған деп Қайрекең жылап отыр, біз курстастар қыздар жылап отыр біреу. Ананы айтыңызшы, ананы айтыңызшы. Арман деген өлең бар ғой. Арманым-ай, ардағым-ай. Ана қыз жылап отыр, Қайрекең қарамай айтып отыр. Ана қыз жылап. Қайрекең бойын асыла кетпес дөкаяқ. Бұлақ саған көріп тұр ғой. Кейді мягкий уголок дейді. Осындай шығар. Қарағанда қарғынды. Туған күн болды. Иә, туған күн болды. Сен баяғы жылатты ғой ана қыз. Жылаған ғой кәдімгідей. Сол мойны асыла кетті. Бұл көтере алмай қалды бүйтіп. Бұдан да көп нелер бар жаңағы. Арманым, енді біздің ауылдың керемет неше адамдардың бір елі айтқыштар дейміз бе бір жазым келеді, Алла ғұмыр берсе. Жұмеке сіздің мынау әзіл әндеріңізді Дархан деген былтыр қайтыс болып кетті, білесіз көрген. Ол Алматыда Деріс Қақпайда ойнады, кинода ойнады. Жақсы дос едік, 2 рет көрдім. Бітіргеннен кейін, 89-ші екен бірге театр киносына түстік мен кетіп қалдым сол әке-шешем бақырып. Сол өкінесің қалай кетеді. Содан кейін бір концертпен келді. Концертпен келген әдейі бардым бір жағын. Қайрат Құдайберген, Қанат Құдайбергеновтің жиені туған. Біз де Қарағандыда бірге жүргенбіз. Содан әңгіме шығып, әндер айтады ғой. Сосын мен айттым, мен айтып берейін саған. Менің ағашым бар. Ол күшті екен. Күшті екен, өте арақ ішіп отырды да, көңіл бөлмеді. Ашына қысып берген сөз бермей қойды ана жерде отырғанбыз. Содан кейін бір келем деді. Бір келді Шұқа. Сен жоқ болдың. Одан кейін екінші келем деген тойға асып кетіп қалды. Мен Алла жазса, дәл олардың нелері бар ғой. Бірге Асқат Наймантаев күлікпенен таныстым. Сіздің шығармаларыңызды шығару керек еді. Жұмақтың екеуміз Қарағанды сатиралық бір конкурс қойып екеуміз бар. Жұқан бір жол болды қойды ма? Жол бойы жуып. Сыламбек марқұм бар. Есінде ме? 90 жылдарда жаңа қосылған естімеген кісілер болса айтайық еді. Жас жұбайлар ғой. Соның күнде жас жігіт жұмыс тауып алам деп әйелін алдап кетеді екен. Үйіне. Жолда жігіттерге есік болады. Арақтың уақыты үйіне сымпылбай болып келеді екен. Соның бір күні әйел айтты енді. Келесі жолы осылай бола берсе, мен бір ауылда тек қана пенсия алатын шалдар ғана қалды ғой. Соларға ақшалар, қағанда ақша жоқ. Тиемде кетемін деп. Көрерміз деп. Кетіп қалса үйінде. Үйінде жоқ дейді, қайтып қойса, бір күні ақша тауып жүрді. Қайтып келсе, мына тірдей қағаз тастап кетті, бітті, шаруағымен. Қолын шығарып, суретін салып. Содан бейшара отырып, былай жырлап отыр дейді. Әлімде арладым, өзіңе жан жарым, қоштастым қол сілтеп, шошайып бармадың. Пенсия алатын шал боп тауарманың. Қалай еді? Залы өзіңді арақтан аласың. Текула лиспеши, подожди, помоги, пахмеди, апатон қади. Қазір өмірде мен жүрмін қияли. Қолыды амалым таусылды, арағым бармармын шалдарла, пенсия алатын. Қоштасқым келмейді, жүрегім сенбейді, жас әйел алған шал, ешқашан өлмейді. Қоштасқым келмейді, жүрегім сенбейді, жас әйел алған шал, ешқашан өлмейді. Сен жебек болғанда мен болдым төлеген, асы
Асығып өзіңе жортушем түнімен Қызығып ақшаға сен кеттің бір шалға Өштесіп өзіңді аламын арақтай Ты куда не спеши, подожди, помоги, похмели, а потом уходи Қызығы жоқ өмірде мен жүрмін қияли Торыда амалым таусылды арағым бар марман шалдарда пенсия алатын Қоштасқым келмейді жүрегім сенбейді Жасайын алған шал ешқашан өлмейді Қоштасқым келмейді жүрегім сенбейді Жасайын алған шал ешқашан өлмейді Мынау Оралас деген әнді айтып берейші Кімнің әні? Жангелді деген женім айтып еді. Алғаласқа жұмақ енді кетіп қалды 17-18 жасында. Белағашқа шығарыпты. Енді Алғаласқа ән шығару менің мойнымда болды да, жолда тұрам. Неге шығармай әйтеуір шыққан болды енді, тыңдаңыздар. Енді әрбір ауылдың өзі жақсы, жаманда бар. Енді сіздермен мақтанамыз. Өткенде Жәкен айтты ғой, Жәкен. Біздің алдымыздағы ақсақалдар, мына кісінің әкесі Айсекер ақын болды. Жұмекеңнің. Менің шешемнің ағасы, енді ол кісі туралы көп естідім шешем марқұмнан. Анау қонақтарда отырғанда айтса екен. Мықты адамдар бар. Батыстың ән айтумен күйді жақсы білген кісі. Біз енді баламыз ерте кетіп қалды кісі. Қайрекеңнің анасы керемет әнші болды. Ол кісі де ерте кетіп қалды. Мен бала кезімде менің шешеммен жақсы қарым-қатынаста болды. Мария деген кісі керемет адам болды. Оның ағасы білесіздер, Шама деген кісі көрдім Сандуғаша. Айтысы берді ғой. Шама, шынады кімді? Аушама, иә? Ол кісілердің енді жан-жақтан енді қайырдың ата-бабалары бай болған. Ана Далбада өзіне айтатын бұл ғой. Далбада бұқарып жатқан жерде бір үңгірде ата-бабалар тыққан алтындары бар екен. Соны іздейік дедім осы, іздегісі келмей жүр. Тек бұл отбасы текке кетеді-ау деп бар. Қайреке, сосын адамда өсіп қоям ба? Қайрекенің әкесі бай болған ғой. Сосын бір сұлу қыз алған, совет үкіметі құрылған. Әкесіне жаңа бір өкілге тартып алып кетті қатын. Сол алып кеткен жақсымыз Қайрекен туды ғой ана шешесін. Алым алтын қазынан саянда өскеніңнен олдан Сүйеніш күйеніш кезімде жүректен толыға бейен салам Алғады саулам екенім өзіңді мақтан етемін Қиырда жүрсем қашанда қанатсыз саған жетемін Қиырда жүрсем қашанда қанатсыз саған жетемін Ой алай Уайым бұздылай Шилезен тоны туғыңай Имек жал Озмалмен жатасың Әнің мені билебей тұрғанадай Алға басаудың екенім Өзіңді мақтан етемін Қиырда жүрсем қашанда қанатсыз саған жетемін Қиырда жүрсем қашанда қанатсыз саған жетемін Екі ағаны енді жағын аштан болса
Çalana olsa vereyim. Жауабын күлесің. Рахмет. Айтпақшы, осы нені Байбастан бастап едім жүке, осы бір-екі ай бұрын. Бізге керек жоқ дедім. Алла алып кел деші. Есіңдер, бізге керек жоқ, азарда безер болдыңдар. Өзіміз отырайық деп едім. Бұл идеяны кім бастаса да рахмет сіздерге. Азамат ба ғой, азамат. Қалес Қармағын көптеген қызық сәттермен бөлісті. Бір естеліп қойғының өзі бір дәулет. Жұмағали аға, Қайролла аға, осы мәдениет жолына қалай келдіңіздер? Осы мәдениет саласында жүрген кезде бір қызықты сәттеріңіз немесе қап деген, бұлай істеу керек еді деген кездеріңіз болса бөлісе отырсаңыз. Ondan sonra yakamızdan kalay güzelimiz. Köşkümüzde yatırdığına gelmişiz. Alt bir oldu. O da başka bir tavır Жұма қайда істейсің десем, трудоемка дейді. Ол неме деймін? Трудоемка дегенде мен не десем, өзі сондай жұмыс істейсің. Негізі мынау енді мәдениет жағына деп жатсыз ғой, дұрыс па? Жалпы өнер жағына қалай келіп дегеніміз жоқ тұрады, иә? Çünkü аталары, әкелері, бабалары енді ән, күй, терменім мықты болған еді. Соныңыз бәрімізде ауылда өстік қой. Біздің кезімізде қара радио тұрады қабырғада. Таңертеңнен кешке дейін ән салып, күй тартып жатыр. Ала болсақ та соны естіп, қызығатынымыз домбырамен күй ойнасақ қой, ән айтсақ, қайған күндердің әндерін тыңдап қойып ертерекке түсірдім. Бірақ ол кезде ондай жағдай болған жоқ, иә қалай екен. Ауылда музыка маманы жоқ, өзіміз айғайлап өлең айта береміз. Қалай болса солай кейін, бірақ жаңағы домбыраны өз-өзімізбен үйрендік, бәріміз ауылдың адамдары солай ғой. Кейін сол енді өнер деген өзіміздің неміз шығар, сол құштарлықты айтамыз ба, осы Тәттімбетке барып оқуға түсіп дегенде, сол дегенде қалай енді мәдениет жағына келетін болса, жаңа енді Сәкеннің айтқаны рас. Біздің енді мен жаңа мектепте жұмыс істеп жүргенде Сәкен талай рет аудандық байқауларға өтетін түрлі шараларға ауылдан өнер жастар шақыратын. Себебі ол кезде Сәкен сол 80-ші жылдардың артынан қарай 90-ші жылдары осы ауданның тілі де мәдениеті де орысша болды ғой, иә. Сол кезде Сәкен қазақша барлығын өткізуге жаңағыдай ауылдық жерлерден өнер жастарды жинап алып, соларға осындай түрлі байқауларға жіберетін. Міне соның біреуі жаңағы облыстықта болсын, аудандықта болсын, талай қатысып жүрмін. Сол енді әсері жақсы осы кісінің мәдениет жағына келгенде үлкен әсер етті деп ойлаймын. Мәдениет саласында баға мен пікірді кімден күтесіз? Ол енді халықтың ғой. Әрине. Жаңа жерге барып жүреміз, халықтың берген пікірі баға сол. Қандай салада болсын енді халықтан асқан сыншы жоқ дейді. Халықтың пікірі, халықтың жаңағы айтқан бағасы болған. Рахмет. жылы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы болған Мүгүлсім Ғұбайдолла қызының бастамасымен кітапхана ұжымының өнерпаздарынан Самал тобы құрылған болатын. Самал тобының мүшелері Жұмағали Елжанов, Майгүл Насырқызы, Сандуғаш Темірқызы, Гүлнұр Айнабаева және орындары ойсырап қалған Мақсат Тиштібаев және Алмас Жанахметов. Назарларыңызды.
болған жоқ қой. Біз нені алдық, зердені. Сосын Рымбал Кенжебалиевнаға немен шықтық. Бізде қаналарда библиобус жоқ. Бұрын мен директор болған кезде бізде библиобус болды ғой. Өз алдына әрнеге өзі библиобуспен шығып тұрдық ауылдарға. Жаңа методикалық көмек жасау барлығы. Сосын осындай пікірмен шыққасын ол кісі қолдады. Сосын айтты, бір зерде мәдениет үйіндегі ол ақылай не жасайды. Жаңағы кітапхананың жанынан құратын болсаңыздар, олар жаңағы ақысыз қызмет етеді. Сосын сондай нетті де, тек кітапханада Майгүл ғана істеп жүрдім, е, ол кезде. Сандуғаш мәдениет бөлімінің маманы болып жүрді. Сосын біз мына жігіттерді алдық. Жігіттерді алғанда кім? Алмаз енді аппаратурамен ол енді ол бірінші тұрды. Одан кейін Мақсат келіп қосылды, Жұмағали оның алдында барлығы міне осылай содан құрылған. Содан бізге қаншама бізге тексерістер келді, қаншама бізге нелер келіп жүрді. Біз республикалық неге қатыстыңдар ғой, е? Республикалық неге бәрінде біздің ауданның зердесі номер 1 болып саналды, облыс бойынша. Содан жаңағындай нелерден ревизия, тексерістер дегенде мен барлығына осылай айтам. Жаңа жүрген жүрістерін көрсетем, барлығын осылай ақысыз жасайды, осылай деп бәрін айтқаннан кейін, ол бізде қалып жүрді. Тек қана маған қарсы осындай көп біздің еткен, ол Фаина Харисовна ма? Фаина. Сол маған сөйлеп, сендерге сөйлепті да, методисттарға. Әр адамға, мысалы, самалда, неде, зердеде 6 адам болса, 6 адамға жаңағы показательдар, оқырмандар, жаңағы оқу, қалай оқиды олар, бүкіл показательдар соларға бөлінеді. Сол жағынан енді қалай, сосын сонымен соғыстым мен. Қатты соғысқа дейін бардым, директорларына бәріне шығып мен айттым, мен бұны бұлай қалдырмаймын. Сендер одан не көріп отырсыңдар, қандай зиян көріп отырсыңдар? Кітапханашылар барам деген жеріне бірге барады. Зерде міне Жұмағали ылғи график жасайсың, е? График жасайды, сол бойынша мен бензин сұрайын, бензин береді маған. Бәрі қолдап отыр ғой. Жаңағы ешқандай ұтыста кітапхана жоқ дедім. Бірден өткізем десе, міне аппаратура, кімден жалынып сұрап жүрсіңдер? Өз аппаратурасы бар. Одан қызметкерлері бар, өздері өнер көрсетеді, өздері кеш өткізіп жатады, өздері барлығын жасап жатады. Мысалы, Майгүлдер қаншама кештер өткіздіңдер, иә? Сандуғаш Майгүл қаншама. Ол бүкіл ауданға, ауылға, барлығына үлкен бір сондай серпіліс болды деп ойлаймын. Сондықтан біз ылғи қолдау тауып жүрдік. Қандай неде болсын. Енді білмеймін, соңғы кезде осылай деп айтқанда да, болғанда да, мысалы, Іргебаев істеп жүрген кезде болғанда да, мен оған қатысып қалғанбыз бұл жолы. Ондай деп айтқаннан кейін жаңағы ревизорларға түсіндіріп, олар бәрін түсінді. Бұлар ақша жасап жатқан жоқ. Бұлар штаттағы бар единица. Оны штатты кім бөлді? Акимат бөлді. Ол қалай оны ешқайда нетіп атқан жоқ. Мен қалтама ештеңесін салып атқан жоқпын. Бензин кетіп атыр өз жұмыстарымен, несі барлығы жасалып атырды. Сондықтан, конечно, әрине өкінішті, егер де бұл алып нетіп қалатын болса, әрине өкінішті. Өйткені біз талай қырылыста, талай немен, оның барлығын осылай айтып алып қалып жүрген. Мысалы, білмеймін, ылғи былай неткенде кім барады дегенде Жұмағали айтады ғой, кітапханашылар барады, ана жерде қалады дейсің, иә? Біз былай кетеміз, ана жерде анау барады дейді. Сондай мен өз соған қуанатырмын, өз кәдімгі бір жүйеде осындай бір жұмыс істеп жүргендеріне. Енді әлете мүмкін нету керек, мен Айгөлекке айттым, былай барып, айтып, нелерге де түсіндіріп айтып. Өйткені бір айырылып қалса, ол уже қиын болады ертең. Өйткені мәдениет үйінде өздерінде, мысалы, ол шара деген көп, иә? Әрнеде. Сендер енді онда істеп жүрсеңдер, онда штат кетсе де, онда қалай, мысалы, сендер нетіп қаласыңдар? Бүгінгі мероприятие, мүмкін декадада өткізіп отқан шығар, иә? Мүмкін бірдеңе. А сендер екеуінің біріне-бірінің ешқандай кедергі жасамайсыңдар. Сол ғой бар арман. Қашан біздің шарамызға зерде бейнемобилі қатысып, белсенді қатысады. Барлық шараларымызға. Енді мен өзім неше нелерінде болдым, сендердің барлығында осы жігіттерді қуанам. Енді айта кетейік, азамат өте жақсы өзінің рөлі бар. Мен ылғи неден көріп отырам, Фейсбуктан, Инстаграмнан, әрине тура. Алдында мен Алмаздан айылған кезде ойладым, қалай болады екен деп. Қатты уайымдадым. Сосын міне
осы әдемі жарасып жүргендерің армандар жалғаса берсе деген менде жүректен соны айтып. Әмин айтқаныңыз келсін. Жүректен шыққан жылы лебіздерін білдіру үшін сөз кезегі Майгүл Насырқызы және Сандуғаш Темірқызына беріледі. Иә, самал тобы. Педсоветті ортаға шығып үйренгем. Қымбатты менің ең жақындарым, бүгінгі күн ерекше. Немене дағы актеуінің қарны жарылған күн дейді ғой, солай айтсақ енді артық емес шығар. Ең бірінші осыған себепкер болған қыздар сіздерге үлкен рахмет. Осындай кешті ұйымдастырып отырғандарыңызға. Осы күннің себепшісі болып жатқан екі азаматымызға Аллаға шүкір, сіздерді осындай халық үшін, халықтың игілігі үшін Алланың бергеніне. Сосын осы күнге қолпаштап барасың ба деп маған звондап Сайлау Ғайдуллаевна, сізге көп рахмет. Барайық дедім, барасың барайық дедім. Мен шынымен де прагматичтар деп сөйлегім, бірақ дәм жазды, бүгін дәм тартты, бүгін көңілдің көк дөнені осы шап осы жерге алып келді енді. Жақсы сөздер айтылды, артығы жоқ, бәрі шынымен де. Жаңа Айдар әпкемізді жақсы айтып кетті Мұқағалидың сөзімен, Қонаевтың сөзімен, ауылдан шықты ма деп. Шынымен де бәріміз ауылдан шыққанбыз. Ауылдан шыққаннан кейін біздің осы Алланың берген 1% бойымыздағы өнерімізді көріп, Сайлау Ғайдуллаевна басымызды қосып, осы шама топқа себепкер болғанымызға, осы күнге дейін осы алып келе жатқанға, осы атақпен келе жатқанымызға Аллаға шүкіршілігімді білдіремін. Екі азамат, сіздерге Алла ғұмыр берсін. Жаңа өздеріңіз айтып жатсыздар ғой, 60 деген тәйірі жас екен, бөліп айтсақ, әлі де 30 екен. Шарболаттай ширыққан азаматқа 60 деген шынымен де талсу күн дейді. Сіздер бәріміз бірігіп, нағыз бір жалынды шағымызда қосылған екенбіз. Талай тойлардың, талай жиындардың ортасында жүрдік. Жаңағы фотоларға қарап, сол кездеріміз көз алдымызға оттай басылып жатыр. Қазіргі шараны ұйымдастырып жатқан сіздер өте бақыттысыздар, өйткені сіздер дамып кеттіңіздер. Міне осының бәрі қазір Facebook, әртүрлі әлеуметтік желілерге салынады. Төрткүл дүние хабардар болады қазір. Шынымен де 30-тен шыққан сөз 30 рулы елге жайылады деген міне қазіргі кезеңде айтуға болады. Біздің кезімізде осындай фотоға мақсат әйтеуір көзім ауырып кетті деп әлгі видеоға түсіріп жататын. Оны кешке дейін отырып, оны монтаж жасайтын, артығын алып тастайды, кемін қосады, соны қазір міне тікелей жібере береді мінекей. Сондықтан да бір керемет бір кеш болып отыр. Біз сіздермен өкшелес болып келіп отырмыз. Талай қызық дүние басымыздан өтті. Талай елдің тойларында жүргенде әркім өзіне қарай тартады ғой. Сонда бізге айтатын да, егін бұлар қарқаралы бар жерге тойға барғанда маған, сен де қара кесексің бе дейді. Мен айтам, жоқ, мен қаншаспын дегенде мақсат айта салсайшы қара кесек. Мен қайдан айтам, мен қаншаспын дейді. Мен айтам, ой шіркін өнердің құдіреті. Иә, әртүрлі. Майдың қара кесек, мен қаржас. Кім деген, кім еді? Атығай қарауыл. Алмаз деген тоже, кім болды Алмаз? Атығай қарауыл. Мақсат деген майман. Уақ, міне. Қара кесек. Қарауылдың ішіндегі қаржас мен ғана. Соңында қарап отырсаңыздар, мен айтам, сонда бәріміздің руымыз өнер деймін. Қарап отырсаңыз. Иә, біздің бәріміздің өнеріміз, руымыз өнер деп айтатын. Сонымен менеки талай қызық дүние басымыздан өтіп жатыр. Фотоларға қарап айтып. Мынау поездарда жаңағы үлкен Қарағандының сахнасындағы Мойынқұмданы 2 минуттан шыққан кезіміз ғой, Май, білесің ба?
2 минутта мойынғымды алып иә одан ана вообще қызғанып маған қарай ой мақсат пен жұмекеңнің түні бойы сәкең жіберген ғой ертерек барып кигіз үй құрыңдар деп ақшылар бәрі кигіз үйді құрғаннан кейін не істейміз деген ғой демалған ғой жақсылап ертең күні түк көрмей сахнаға шықты сен мақсат ұйықтап алып сахна ғұбайдоллаевна келіп осыдан мына нөмірді шығармасаңдар сарвайт етсеңдер сені жұмысқа шыққандар еді естерін жиып апты сахнаға шықты сүйретіліп саған екі жақтан ғой еще иә екі жақтан бөліп шығамыз майгүл екеуміз ренжіп тұрмыз аналар құлап қала ма екен құлап бүкіл дүние қараған қарап тұр содан шықтық қой шықты екеуміз алмаздың да көзі былай жұмекеңнің де көзі былай бір уақытта темп білесің 5 жылдық темппен мойынымнан бірдей поклон бірдей тапшы зал деген бұт шапалақтап мақсат бір уақытта сахнада бұрышта кетпей қазір шығамыз жоқ біз қазір шығып өлең айтпаймыз қашан айттық дейді қорыққан ғой сонымен шыққан ғой тіп болып тұр сондай да қызықтар өтті ойызға барсақ зәреміз шығып отырады мен ұрсам бұларға сосын бір күні мақсат маған ренжіді әй сен біреудің күйеуінен не шаруа мен ұрсам ғой неге сөйлейсің сен неге ішесіңдер сен біреудің күйеуіне не шаруа сен маған неге тисің біреудің күйеуіне сен мен бауырымсың деп әлгіге ұрсам екен сөйткен өмірдің бәрі басымыздан өтіп жатыр кеше күні мақсатта әлі күнге дейін жүрегімізде ол жаралы жүрек ол еш уақыт ұмытылмайды бізде кеше былтырғы жыл енді бүкіл дүние жүзін дүрсілдік күндірген оның ішінде қазақтың көкірегіне қайғы көзіне жас берген алмаздан да айырылып қалдық шіркін жатқан жерлер жайлы болсын алмаз деген ол мені ертегі қылып тұрып айтады деген бүкіл қимылымды бәрі салып тұрып сол енді басымыз аман болсын бауырымыз бүтін болсын осындай жақсылық кезеңдер бола берсін өнер деген ешқашанда өлмейді өйткені ішсең ас дейді мінсең ат дейді жақсаң от дейді ұшсаң қанат дейді мінекей осының бәрі осылай келіп тұр осыны көтеріп отырған сіздерге рахмет роза ағаларым айтатын халқыма рахмет деп сол шынымен де ақпатшаның талай жақсылық мен айтып отыр зердемен жаңа айтқандай сәуле ғұбайдоллаевна айтқандай шынында біздер шаршап шалдық пойыздан келеміз ғой бір күні айтады барда документтеріңді ал да есипова шақырып жатыр соған бар білесіз бе сағат 4-те келіп тұрмыз ба бүкіл документтерді папкаларымды құшақтай салып бардым ашуланып бардым Есиповаға сосын кейін барсам айтады ну что давайте доказывайте сосын орысша жартылай қазақша жартылай орысша жайып тастадым плавно что вам доказывать вот все есть вы нам командировочную даете вы нам командировочную не даете мы за свой зарплату сколько мы получаем 5000 или 7000 половина на это уходит тормозовка уходит вы же нам ничего не даете шығып кетті кабинеттен қыздарым қалдырды шығып жаңағы жерде ладно уж закройте как я закрою нет товарды әдің ішіне атты бензинді сызып кетеді атты бар ғой ат жасаймыз ғой ана бензин құямыз ғой ана неге моторға оған не үшін моторға бензин құйдың одан не айттың ана жерде түгел жазамыз ғой атты жасаттың түгел көрсетіп ну идите деп сонда алып шығып кеткен сонда бір доказательство енді графикті алдын ала құрып қоямыз бір айға график құрып қоямыз сәлеуовна бекітеді график түгел қайда барамыз немене қоямыз сол бір күні кабинеттен шығып келсем 2 жақтас жігіт кіріп тұр сосын зердені тексеруге келіпті жүрегім дір етеді сосын білдіріп бердім да сосын кейін покажите ваши документы деді жаңағы графикті алып көрсеттім қарады да сегодня у вас выезд 9-ға достайды деді мен жүрмін ғой сосын наши уехали дедім осылай зәрем шыпырдан жатыр қылқиып алмаз содан шыққан жоқ көрді да графикті бәрін көріп үндемей кетті
міне осындайсына тексерістен бізде ревизия болған есіңде ме? Келіп бірінші бүйтіп ана больницаны қырып берді ғой. Иә. Қырып бергенде жоқ, анау ұмыт қалдым. Қырып келген кісі даже оларда больницада су ішпейді екен. Су да ішпейді, Рысбековтардың туысқаны. Содан бәрі дәрілер ұшып жүр. Мен айтам, құдай, мен не деген сорлы, маған ондай адам неге келеді деп. Содан келді, біздің еще Татьяна мықты болды ғой, бұған документті қаратты, айтты, я вообще не хочу смотреть, неинтересно деді. Олар бірден іздеу керек қой, табу керек қой. А біздер бәрін ашқасын, вот смотрите, листаю. Маған айтады, мынандай бухгалтерді сіз қадірлеңіз. Мен говорю, конечно, қадірлеймін. Содан айтады, маған дейді, сендер ана жақта музыка ойнай бастады. Сендер бірден дайындап. Сосын тұрды да маған айтты, айтмайтын, біздің нелер осылай. И бүкіл не бойы сендер ән айтып шықтыңдар, иә? Ән айтыңдар, қайта тыңдар. Содан бізден кейін Жаңарқаға бардыдар. Жаңарқаға барса, где ваш зерде деп сұрайды ғой. Зерде анда кетті, мында кетті, анана кетеді, мына кетеді. Машина жүр. А где сендердің әншілерің десе, біз керек кезде жинайды ден сөйдеген ғой. Бұхар жырауда былай болды. Осылай деп бізді премьер. Бірнеше жерге барғанда осылай бізді премьерға приводит. Сендер шығып алып ән айтып жүрсіңдер қайда, бізге ән айтқан жақсы көреді. Ой, прям керемет жақсы көретін, иә? Солай доказательство, конечно. Алматыға да барып кеттік қой, сол зерденің жұмысын көрсетіп, жаңа айттыңыз ғой республикадан. Сөйтсе бүкіл республикадан жиналды ғой, Жамбыл облысы бар, Қызылорда бар, Тараз бар. В общем, бүкіл Алматыға келдік. Ана Гүлнар Жакешова қазақша мүлде сөйлемейтін адам ғой. Әйтеуір сол айтты, сол біздің Бұхар жырау деп Қарағанды облысы Бұхар жыраудағы жаңағы зерден бүкіл жұмысын көрсеттік қой. Таң қалды ғой. Жаңағы оңтүстік бәрі таң қалды. Мынандай бір керемет дүние екен деп. Шынымен де солай біз бастап бердік. Рас иә, Сәулегүлдің өзі айтып отыр ғой. Не шықса да екі қыздар шығады, бірден осы екеумізді сұрайды. Оны естіп алған мақсат бізге айтады, айтты ғой Сәулегүлда не шықса да екі қыздар. Ой, мақсат бір әңгімесі жететін. Сөйтіп біз бүкіл Алматыға, бүкіл республикаға танылдық. Анау Ақтоғайдың бір керемет режиссері болды ғой, білесіз бе? Аманолла. Иә, онымен екеуміз қызыл кеңірдек болып тұрып таласатынбыз. Ол өзінше профессиональный адам ғой. Режиссер. Біз алдына түсіп алып, мен алдына түсіп алып болмаймын ғой. Жоға бізде мынау бар, бізде. Сонда сөйтіп еткен негізіне зерде бізді көп ашты. Халыққа танылды. Одан кейін той ала бастадық. Ана естеріңде ма, кімнің, маған только самал нужен деп. Анау кім еді? Жоқ, әйелдің аты қалай еді, ұмытып қалдым. Бақа қой айтқан Люба. Апасын айтты. Гаражардың директоры Люба. Сол Ваханың юбилейі. Ваханың юбилейді ол айтты, маған анандай артист шақырай, мынандай артист шақырай, Қарағандыдан неден деді. Маған ешкім керек жоқ, маған самал керек деп айтады дейді, иә? Содан маған звондайды, әкімі звондайды, несі звондайды. Мен сендер бір мероприятияда болуларың керек жүрде. Мен қалай жіберем оларды? Вот ол айтты, маған ештеңе керек жоқ, только самал. Ақтамақпен сендер. Поезға барғанда сол ақтамақты айтыңдар дейді. Біз білмейміз ақтамақты, сосын салдық қой. Содан салып алдық та үшеуміз штауыспен, баянмен, домбырамен, екі тұяқпен, сонымен. Анау ненің жалғастыра берсін да. Ненің күні болды ғой? Автомобилист күні. Сонда машинаға міндіп, жаңа шоферіне. Ол таң қалғандай Қарағандыдан келді. Майгүл бәрі ғой. Сол Қарағандыдан келді. Давай Қарағандыдан. Көп тілектер айтылып, жақсы сөздер айтылып отыр ғой. Аға, сіздерді бүгінгі туған күндеріңізбен құттықтаймын. Әрдайым шығармашылық табыстар тілеймін. Дендеріңіз сау болсын. Осылай ортамызда жүре беріңіздер. Өзі мен немін кішкене, жүрегім босқауымын кішкене. Көп нәрсе айтылып жүректе. Енді көз алдында барлық нелер есалды. Ақылды өзіңіз, ең жасыңыз болса да ақылды өзіңіз. Алдарас құрметті мына жиылған қауым, шында да бүгін бір керемет әдемі тамаша отырыс болып жатыр. Бағана айтып жатсыздар ғой, қыздар өздері дайындықтар шыны керек.
кісілермен жоспарында жұмекеннің жұмекеннің несін осылай не қылып өткізсек те сосын шыны керек айттым, ол кісілердің екеуін бөліп жаратын жоқ. Біз бұрын Сандуғаш екеуміз егіз қоздай дейді ғой, сол сияқты бөліп жаратын жоқ. Ол кісілер егіз қоздай екеуі бірге өткізсе дұрыс болатын шығар. Екеуі де 60-қа келіп отыр, екеуі де мысалы жаңағы бірге өсіп бірге келе жатқан, егер ол кісі жаңағыдай айтатын, сен өткен жол туған күндері болған кезде де ол кісілерге енді әркім көп нәрсе мысалы әлгі қолы қысқа көп нәрсе байлап жатыр, бірақ енді қолымыз қысқа болатса да қолымыздан келген жақсы жүрегіміз жүріп жатыр, ниетімізді білдіргіміз келіп туған күндер болғанда шын жүрегімнен жасаған өзімнің өнерімді айтып аттым, құттықтап аттым. Шынында да айтып жатырмын, бұл кісілер біріншіден әріптес, екіншіден бұл кісілермен жаңағы өнердегі ағаларым деп отырмын. Шынында да осы елге келгеннен бастап мына 21 жылдай болды иә, мысалы таныс болып, осы жаңағы айтпақшы өнердің арқасында халыққа танылдық. Осындай күнге жетіп, бүгін бас қосып жатырмызғанда осы жаңағы өнердің арқасы деп ойлаймыз. Сондықтан да айтып отырмыз ғой, жаңағы әдемі жақсы естеліктері болғандар, жақсы әзілдерді есімізге түсіріп жатырмыз. Соның бәрі қандай керемет дүние. Қайроллаға жаңағы айтпақ сияқты бәрі де өтпелі дүние. Бірақ та шынымен де жаңағыдай осыны бәрін еске түсіріп, басты қосып отыратын осындай жаңағыдай бір тамаша ұйымдар, осындай жаңағындай мәдениет мекемелері бар кезде ол ешқашан ұмытылмайды деп ойлаймын. Сондықтан да міне осындай бас қосатын дүниелер жақсы жиі бола берсін, жақсылық болсын, өнеріміз үстем болсын. Халықтың бір керемет тамаша несі бар ғой, әлгі биік шыңға дейді, қалықтап қыран да шығады, өрмелеп жылан да шығады дейді. Бірақ сол шыңға кімнің қалай шығуында дейді. Сол сияқты жаңағы әрбір адам дүниеге келгесін өзінің шығатын биігі алатын асу болады. Сондай бір өздеріңіздің бұйырған асуларыңызға, шыңдарыңызға жетті деп ойлаймын. Бұдан артық қандай жаңағыдай не керек деп ойлаймын. Бәрі бірдей үлкен биіктерде жүре бермейді, бірақ дегенмен біз өзіміздің биігімізде абыроймен жүрдік деп ойлаймын. Сондықтан да сол абыройдан Алла айырмасын. Жақсылықпен осындай күндерге кездесуге Алла нәсіп ете берсін. Енді көп сөйлеп жүрген біздің сөзіміз әнмен жететін. Просто енді сен аяғына сөз бар. Айгүл, просто енді просто сен ақты қолдайтын. Қайырлы сөз. Алмасың, әтәнәйі ғой. Әтәнәйі. Тұяқ соғып тұр жүйді Әтәнәйі күміс. Ол бөлмейді сағыз. Әтәнәйі деген аяқты бұдан Мауке музыкант қой. Ляны берсең шөлі ойбай лаға жерде деп бізде кетем ғой. Altyazı
отыр, әлі жас екен, сен озып кетіп отыр. Кім озып кетіп отыр? Кімнен кім озғанын ұқпай отырсың. Әлі бір жамар бар екен. Жоқ, сөз жоқ қой озып кетіп. Әйді. Сондықтан да жасын айтыр ме? Жас жігіттер болды. Қазір мен бір адамды рұқсат болса сізге. Эстрадамен Ана жақта алмаз болса ұрсушы еді. Алмаз ривер дейді. Жүзімізді ішкі Алмаз ривер деп қалам ғой. Аппаратура түсірмей жатып байлайтылар бастады. Алмаз музыка ғой деп па. Hidayet
бір сөз айтып кетейінші мен. Мынау жерде айтсам бір фотоны көріп жүрегім бір түрлі негізі бар ғой, осындай зердені біз қалай алдық, бағана айтпадым ғой да. Негізі кілтін зерденің кілтін елбасының қолынан алдық. Ол 2000 жыл болды. Ол жылды бәріміз білеміз, мәдениетті қолдау жылы болды. Сонда біз тұрмыз былай, ана техно неде берді, артымызда тұр екен, сөйлеп тұр, қарасақ Назарбаев әйелі тұр, Мұхамеджанов әйелімен. Қазақша айтып жатыр, сен кіммен, Ленамен үйіне бара бер, біз кім екеніміз, Камалкин екеніміз, анда бар. Бүйтіп бұрылып қарасақ, артымызда тұр екеуі. Солар, сөйтіп соны алдық, содан кейін жаңағындай. Бұны қалай алдық біз? Өзінен өзі келген жоқ қой бұл жерде. Назарбаевтан, бұның барлығы әрине ең бірінші Рымбала Кенжебалиевнаның авторитеті. Ол кісі, жаңа Сандуғаш айтып жатыр ғой, республикада таң қалады осындай не деген. Шынымен де бізде ең бірінші зерде деп шығарған бірінші неткен, ол біздің Рымбала Кенжебалиевна, соған қол соғып қойыңдар. Ол кісі болмаса, ол кісі осындай зердені ойлап таппаса, біз мына жақта осындай қызмет жасамаса, бүгінгі күні сендер жоқ едіңдер, былай отырмас едіңдер. Сондықтан осының барлығын тәуба деп қойып, қолыңызды жақсылап осының барлығын айта кетсем керек, мен көзім тірі болған соң, мен айтып жатырмын, одан кейін де болар бірдеңе ескер сөйтіп айтып еді деп алып жүрсің деп, ол солай болды. Жаңағындай, және қаншама ауылдарға барып, мен бұларға айттым, сендер ақшаға жасамайсыңдар. Естеріңде шығар, 5 адам болса да барасыңдар, оларға өнер көрсетесіңдер. Өйткені бұл жерде не үшін берілді? Ауылда мәдени ошағы жоқ жерлерге бару керек. Сонда ой кісі жоқ деп келмеңдер, маған олай айтпаңдар деп айттым. 3 баланың, 5 баланың жүрегіне бір әнмен кірсеңдер, жақсылыққа үйретсеңдер, ол мынау зерденің нағыз. Сол үшін мүмкін Рымбала Кенжебалиевна жаңағындай мәдени ошақтары жоқ жерде қызмет етеді. Бірінен соң бірін алдық қой. 2000 жылы кімнің қолынан алдық? Назарбаевтың. Одан 2004 жылы кім сенатор болды, кім Әбдіқадыров еді, оның қолынан алдық. Вот сондай ылғи әрбір нені керемет қызметті. Сондықтан бір мыңда бір алғыс, осындай бізге мүмкіндік бергенде. Осы зерденің арқасында жаңағы самал да атып шықты, жерлерге барды, ол уже сендерге үлкен жол ашып берді. Жаңа халықтың батасын алдыңдар. Ал батадан үлкен ешқандай награда жоқ. Ол әрбір, жаңа кішкентай бала да сендердің өнерлеріңе сүйсінсе, ол сөйлей алмайды, айта алмайды, ол сендер сияқты шешіліп, бірақ жүрегінен үйіне келіп әке-шешесіне айтса, оның өзі бір батасы бөлек. Осы үшін сондай не үшін қызмет еткендеріңе сендердің адал қызмет етсіңдер. Жаңағы Сандуғаш айтқандай, ешқандай командировочный сұрамайды, ондай жоқ. Мүмкін қазір сұрайтын шығар бұрынғы нелер, қазіргілер мүмкін сұрайтындар, қазіргі заманның нелері. Бірақ сендер сұраған жоқсың. Жоқ, мен бұларды айтып отырған жоқ, бұларды ұстарың сақалып ешқандай несі жаңағындай бұны доказывать етіп, әрбір беттің ең басында бізде 2 аудан қосылғанда, бізде ол кезде автоклуб дегендер болды. Сол автоклубты жоямын деді ғой Есипова келіп. Зачем водитель есть, зачем зав автоклубын деп. Зав автоклубын бізде Құралай марқында. Одан бейшілерге айтады, зачем вам бейшілер вот это Сания? Жұмыс бәрін сокращениеға деп. Жылап жүр, жаңағы Сандуғаш айтқандай. Бір кезде анау Крохмаль деген келіп, агент бригадамен барғанбыз немен. Газет беріп жатыр, кітапханашылар, мына жерде Сания билеп жатыр, ана жерде не, сондай нені фотоға түсіріп, Крохмаль еще ренжіп, неге айтпайсыңдар, мен келіп, мен айтым, да деп онымен ұрысқан. Соның несі маған үлкен көмек жасады. Алып барында жаңағындай алдына қойып айттым. Мынау міне хореограф, билетеді. Айтады, пусть әке-шешелер төлесін бишіні. Солай ұстаңдар салмақ қоймай. Содан концерт 30 август күні ешқашан ұмытпайым. 2 ауданның қосылған кезде ауданға Рахимов бүкіл ненің кісілерін әкелді. Мен Жұмакаев Қаскен екеуміз ғана қалдық. Ауданның адамдарының ішінен басшылардан екеуміз ғана. Барлық әкелген, ылғи бұғанда барсаң да бөтен адам, мында барсаң да бөтен адам. Жаңағындай Әуезов көшесінің мерекесі болайын деп атқан, жылқы сояйын деп атқан ауыл көше. Бүкілін жойып нетістер ғой, ештен өткізбейсіңдер, привыкли проводить мероприятие деп. Бәрін сондай бір трагичный өмір болды сондай. Сөйтіп жүргенде, маған айтады, все, понедельник келесің, вот это после праздника сокращение. Содан
концерт болып жатыр. Мен бүкіл келді коллективке айттым. Біз бүгін должны доказать, біз қандай екенбіз, ульяновцы, біз ульяновкамыз. Ульяновцы біз қандай екенімізді доказать етуіміз керек. Біз лучше екеніміз олардан. Содан барлығы Сания бишілерін шығарды. Мен олар бишілер шығарған кезде мен бардым да айттым. Вот дедім, бір 20 шақты бала. Әке шешесі ғана или үшеуі ғана төлей алады. А қалғандағы ата-аналар төлей алмайды. Қалай? Сосын тұрып та бүйтіп, үндеген жоқ, бүйтіп отырып қарап. Бірақ та Құралай шықты ән айтып. Мен айттым, вот за автоклубом. Да, деп бүйтіп, ол ойлады, Құралайды мен бір жақтан әкелген артистер. Дауысы керемет болды ғой, марқұм отыр. Содан сөйтті да, сосын тұрып та, тағы да біреуді ұмытып қалдым. Барып едім, мен қолымнан алып, все, вы доказали деді. Содан ана концерттің аяқ жағы қалай болғанын қарасам, бізде шаңырақ шығарып, керемет бүкіл зал тұр көп тұр. Сонда Замакима болып келді, бір орыс, Лавриков оның орынбасары болып жүрді. Соған айтады дейді, мына әртістерді қайдан әкелдіңдер, мынау нелерді бәрін қайдан әкелдіңдер десе, как наши десе, солай таңғалған. Сондықтан айтам, автоклуб дегеннің өзін жоя жаздаған. Бізде ол кезде автоклуб деп керемет жақсы агитбригадамен баратын. А уже олардың жолы басқаша болды да, сендердікі уже Самалдікі басқаша болды. Жаңа неде, жаңа направлениеде. Сондықтан міне шында да біздің бақытымыз шығар, біз Қарағанды облысының осындай бізде Рымбалакен Жуалина сияқты басшы болған, осындай ойлап, әр ауылды ойлап, әр ауданды ойлап. Соның арқасында міне қаншама жақсылықтар болды, қаншама нелер, оны бәріміз білуіміз керек. Сондықтан бәрімізге үлкен рахмет, әрине. Бір қызыл гүлдің басында үкілі тақия, сонымен бүкілін таң қалдырды ғой. Жалғыз, сол кезде жалғыз болды ғой? Өтірік емес қой, жалғыз өзі 90-шы жылда. Ешқандай ол кезде нелер жоқ. Содан бір күні соны Рахимов көрді да концертті. И сосын жеңіс актері ғой. Сосын неден кейін өткізу керек болған ба? Қушоқыға барғанда айтты анау, біз сондай нелер әншілер әкелдік деп театрдан әкелген ғой. Зачем ты им? Сколько заплатил? 100 тысяч потондай. Сен біздің бұл неде қандай не деп солай деп айтып, сөйтіп уже вот таң қалған сондай. Премия алдық қой, первый раз премия берді ғой сонда сол. Біз премия дегенді білмейміз, сонда Рахимов бізге премия берді. Ең бір жыл сендер істемейсіңдер ғой ол кезде. Сондай болған. Рахмет. Естеліктер, нені көріп отырып, есте талай нәрселер. Керемет, әдемі тәтті заман болған осы кезде. Продукт, Надиядан аламыз продукт. Келесі құттықтау сөз кезегін Бақытгүл Сахимова және Құралай әпкемізге берсек. Орнынан отырып сөйлей беріңіздер. Осы жерде отырып сөйлей беріңіздер. Нет, отырыңыз, отырып сөйлей беріңіздер. Айта беріңіздер пожеланияларыңызды. Юбилярым. Мереке иелері, Имағали ағам, Қайыр ағам, анау осыдан 1998 жылы үлкен миграция басталып, мен Казгөдің журфагын бітіріп, осында келдім. Әкімшілікте Дина Байжанова деген егін бақтың қызы, подружкам болатын. Ол алдында 1-2 жыл бұрын практикаға келіп кеткен жақсы таныс болып, жақсы жолдас болған. Әкімшілікке бардым, ішкі саясатқа. Құралай жүрмей сені аудандық неге апарайын газетке. Сонда сөйлесейік деді. Екеуміз бардық. Ол кезде қазір қайтыс болып кетті марқұм Дукуева Бақыт деген кішкене бір орыс тілді, орысшанды азаматша екен. Сол кісі жұмысқа қабылдап, сонда жұмысқа тұрдым. Оған да жүктер өмірдің біраз беттері, тарихтың біраз парақтары өтіп кетіпті. Сол кезден бастап мен сіздер таныдым, екеулеріңізді. Сол кезден бастап жаңағы бірімізге деген сыйластығымыз. Қазір айтам ғой сен. Мен сен сөйлегенде бөлген жоқпын ғой сен. Ұрсуға болмайды. Содан кейін ән мен күйге бөледіңіздер жүрген жерлеріңізді. Біраз уақыт өтіп кетті. 60 деген тал түс дейді. Мерейтойларыңыз құтты болсын. Осылай міне қолдаушыларыңыз көп болып, жанашырларыңыз, мына өнердің жанашырлары қыздар. Сіздерге көп рахмет. Жаңағы екі ағамыздың тойын бүгін дүрілдетіп, әнмен күймен шалқытып жатсыздар. Бұл екі ағам жаңағы Жангелді бар қайным қазіргі уақыттағы. Редакцияның орыс қыздарына қазақша сөйлеп, күйлерін тартып, туған күндерді өткізіп кететін дүрілдетіп.
это деп қайраға сөйлеп тұратын орысшаға сөйлеп бәрібір енді өнердің күші ғой. Мен орыс қыздардың бәрі түсініп атады. Иә, сол кезде бір сондай бір керемет қиын заман болса да өте бір қызықты кездер, парақтары болды өміріміздің. Бүгінде екі ағам екеуіңіз де міне еңбектеріңізді атқарып жатсыздар. Жемісті сіздер еңбектеріңізде. Немере сүйіп отырсыздар. Отбасыларыңыз береке бірлікпен шалқып жатыр. Енді ары қарай да сіздерге шығармашылық табыс тілеймін, екі ағам. Қартаймаңыздар. Осы бүгінгі өнерлеріңізбен тек қана алға жүре беріңіздер, бізді сүйсіндіре беріңіздер әндеріңізбен. Неше түрлі ойлап күліп жатырмыз жаңағы. Шалға кетіп қалған ана бишараның әйелі. Ана қалай сол қалай ойыңызға келеді сол ана кісінің атынан өлең жазу ол енді бір керемет байқампаз енді ол шығармашылық деген керемет қой енді. Соның бәрін байқап, дер кезінде ән қылып шығарып, аға. Шығармашылықтарыңыз сарқылмасын. Жақсы жағдайда кездесейік әрқашан. Міне жаңа анау марқұм көзілдірігімді киіп қарап жатырмын. Мақсат марқұм көшеде кездескен бір жарты сағат тұратынбыз екеуміз. Сонда айтатын, сыңғырлап күлетінмін мен өзім. Ұнайтын мен күлкім, сонда айтатын. Құралай апайдың күлкісі бір қаралық деп айтатын. Иә, мақсатымыз андайлық. Міне Алмас марқұмда жаңағы жас жігіттер сияқты біздің анау Раушан Әлбековна галереяны беріп дуылдатып, бәленбай тамада. Мен негізі бақытты адам екенмін. Менің беташарымды көп-ақ республикамызға танымал әншілер айтты. Сол күні кешегідей ғана көз алдымда бәрі. Енді осылай шығармашылық ұжымы жаңа Самал, сендер де міне. Біздің үйдің қаншама қуанышы болды отбасылық. Соның ортасында жүрдіңдер. Сендерге де рахмет. Ауырмаңдар қыздар. Қартаймаңдар. Жұмыстарың жемісті болсын, отбасыларыңда аманшылық болсын, бақыт, береке болсын үйлеріңде. Жақсылық болсын. Ал осында жиналған тойшыл қауым, барлықтарыңызға рахмет. Бәріңіздің елеп жатқан анау айтады ғой қазақша, бір терінің пұшпағы деп, бәріңіз өнер жағында жүрсіздер. Жаңашылдықтарыңыз өте көп. Мына кітапхананың қыздары мына цифровой немен көп жақсы жұмыс істейсіңдер, иә қыздар? Маған бірдемелерін жіберіп жатады, мен білмей жатамын. Сол шынында да жаңағы Сандуғаш айтқандай дамып жатсыңдар қыздар. Бір орында тұрған жоқсыңдар, ғимараттарың жоқ, көңіл күйлерің кейде болмайды, ауырып жүресіңдер, оның бәрін білеміз. Құдай күш берсін сендерге. Әрі қарай осындай қалыптарынан танбай, мен ойлаймын, жұмыс істей берсеңдер, ғимараттарың да болады, бәрі де болады, өнерлерің де, ұйымдастырушыларың да шалқиды. Енді Айгүл Мұкарамовна, сіз енді қыздардың жаңағы жоқшылығын, мұңын жиірек айтып, жоғарғы жаққа жыламаған баламаға тамақ бермейді дейді ғой. Сол айтып, осы қыздарды алға шығарып, бір ғимарат керек, бұл қыздар бір жаңа ғимаратқа мұқтаж болып жүр, соны көтеріп, мәселе қылып айтып. Қыздар, кітапхананың қыздары, рахмет сендерге осындай үлкен бір дүбірлі той жасадыңдар ағаларыңа. Алла жарылқасын сендерді. Рахмет сіздерге. Міне алыстан ат терлетіп, қайнапам кеп отыр, Сәуле Ғұбайдуллаевна. Сәуле Ғұбайдуллаевна кеткенде өзі бір бұл кісі өте бір талапшыл адам. Дүбірі бәрімізге жетіп жатады ғой, ұрсат деген сияқты. Сосын бұл кісіні көрсек бізде бір кішкене қысып жүреміз, бір жерде бір көңіл күйі болмай жүрген кезде бір сөз айтып қала ма, көңіліміз атқала ма. Сонда бұл кісі пенсияға кетті дегенде жаман болып жүрмін, 3 ай ма, 4 ай ма, бір нәрсе жетпейді, бір дүмпу ма, бір нәрсе жетпей, өзім бір түрлі болып жүрдім, ішімнен бір. Сосын кейіннен көргенде қуанып бұл кісіні айтып жатырмын, сіз кеткенде мен бір түрлі жаман болып жүрдім. Бұл кісі былай қарасаң, мен бастығым емес енді. Мәдениеттің бастығы, мен басқа саланың бәрібір ішімнен қимай сөйтіп жүрмін. Жақсы адамды адам қимайды екен. Барлықтарыңызды қимайын, барлықтарыңызды жақсы көремін. Өнерлеріңіз өрге өрлесін, тілектеспін сіздердің өрлеулеріңізге, жақсылықтарыңызға. Сол жаңа Қайрағам айтпақшы, алдарыңызда тұрған шайларыңызды алып қойыңыз. Жақсылықтар сүйсін. Құрметті әріптестер, көптен көп рахмет.
осы мына төбеде отырмын осындай кісілермен Золя Губиловна, Айгүл Қарамовна, Қалеке, сізбен түгелімізден енді сөзім жеткенше айтайын. Құрметті Самал тобы бүгін осындай мереке болып отқан құтты болсын түгел. Аман болыңдар, ауырмаңдар. Өзім 2 ай болды ауырғанымда. Бүгін сондай көңілді болып отырмын. Көптен көп рахмет. Позитив алып енді. Енді ауырғанда енді емшілер аналар. Екі жақтағы кісіміз бар қойған. Алмас мақұм, Қойлай мақұм жырнатыз. Мақсат мені қайнапа дейтін. Алмас 85-ші жыл мен Қарқалы жақтан көшіп келгенде, әкем мен шешемнің қолынан, бабушканың қолында өскен. Ол кезде бізде завклуб болды. Алмас мақұм. Алғы қара халат киет, неге нау кісі қара халат киет, акасаны аппаратура бұл кірлетеді. Вот содан бері мұны бірақта қайтыс болғанда өткізбек, бізді келе алмадық, енді міндет болғаннан кейін сонда. Енді түгеліміз аман болайық. Құрметті ағалар, Жұмеке, Қареке, бүгін мерейтойымызды әріптестерім өткізіп жатыр. Үлкен көп рахмет. Сол биіктен көріне беріңіз. Енді Жұмекеге концертке шақыртам деп әкім айтты, әуелі сөйлесіп ал. Мен жарайды ол кісіге звондайын дедім. Бірнеше рет звондадым, алмайды. Одан бұрын Қазақ Телеком келем деді. Мен ойладым, енді бір звонок келді да, мен Қазақ Телеком деп, здравствуйте деді. Здравствуйте деді. Ол кісі айтты, здравствуйте. Я говорю, а вы кто? А вы кто деді. Сосын Жұмекен дауысы ғой. Жұмекен неге менмен орысша сөйлесің? Сіз здравствуйте дегеннен кейін келді. Ол кісінің күлкісін білесіз ғой? Ау, жарты сағат күлейін деген. Қареке, мен 89-шы жыл түгелдесің мен түнді тойымды. 89-шы түнді тойымды. 5 той болды ол кезде. И это вообще быт-чыт жамбады. Бүкіл палатканың нелері. Дәмді ақ кетті түгіл. Сол кезде Қареке маған бет ашады. Енді тағы бітте айтып кетейін, сокращение деген ол кезде вообще масқара болды ғой, 0,25-пен. Сосын Соля Губиловна, сол Жомарт дегенде ревизор. Сәтленші. Жаңағыдай маған айттым ғой, ол сендерге ревизор ұрыстар. 0,25 деген неге сіз нетесіз, ертең олар сізді жазады, пенсияға кірмейді. Мен айтам, біз оны ойламаймыз, бізге алып қалу керек, чтобы жатпау керек нені. Сендер өздерің сұрар ғой, мына кімдер барлығы, кітапханашылар, завклубтар, бізді сокращать етпесін, отпускаға жіберсін, без зарплаты деді. И біз дейді, тек нетеміз, күзетеміз, ақша алмаймыз, керек жоқ. Бірақ мен не істедім, мен 0,25 бүкілім бөлінді, бәрі 0,25-ті. Содан әлгі ревизор жазам деді, үйтен деді, бүйтен деді, балалардың бәрін тіл табу керек қой олар мен, олары да адам баласы ғой. Соны мен не істеймін? Маған айтады, да, ну, дейді, эти клубы на 0,25 не работают. Онда кім бақыт 0,25-қа за клуб, за библиотека. Екі неде, үші техничка, үші сторож, бәрі бір өзі, ол мынандай. Сосын мен жарайды, дай сол жолы кім Делеске ремонт жасады, Өзіміз жасадық. Жоқ, сенде деді, не бер. Алыстан келе жатып, мәдемесіді алып барам деді. Бармайым деді, сосын бір күн айтады. Поеду, закажите маған деді. Жарайды, міне тиіп тұр, только недалеко деді. Вот ағара. Анандайдан бара жатсақ, әттақ болып күліп көріністің алдындағы. Вот, это деп бүйтті. Өйткені ол маған дейді, өз Сәкен ауылынан екен, жаңартқаны. Бізде дейді, Сәкен Сейфуллиннің ауылында дейді, Дөкей дворец культуры, быт-чыт оның ішінде аттар жүреді дейді, көлеңкелеп дейді. Мен бізде ондайлар жоқ деп, доказывать етем бізде не. Сосын бара жатырмыз, келе жатыр, сосын айтады, неужели дейді. Бірақ та свет жарқырап тұр, есіктің алдында афишаларың тұрады, еще афишасы бар.
содан барлығын көрсетті, еще подвалда анау не Дворовый клуб секілді. Дроздова, иә? Дроздова ана Бұқар портретін жазған. Соның бүкіл несі жаңағы балалармен заниматься ететін картинкалар жатыр, бүкіл нелері жатыр, инструментары. Соны кірдік, көрді, бақыт қарсы алып көрсетіп жатыр, бәрін айтып жатыр. Көзі бақырайып. Сіз кім болып істейсіз? Зав клубымызда библиотека бәрін перечислять 0,25. Міне, вот сендерге мүмкін нанбаған шығарсыңдар, міне 0,25-ке. Содан кейін библиотеканы көрсетті, одан клубтың залын бәрін көрсетті, бәрін айтып жатыр ғой. И молодежь көп. Билеп жатыр. Еще бақыт қандай? Билеп жатыр. Бүйтшақ, жаңағы жес барады. Мынадан қорқан барлығы. Ана дискотека, біреулер бүйтіп жатыр. Дания білет. Жес барады, ана, ой, какая она дейді. Ана көз бақырайып жолап. Менде былай не палка тұрады. Содан айтып жолап деген ревизорымыз маған айтады, я все, пас. Енді уже жеңілді. Вот жаңағы доказательство деген осы. Содан кейін бақыт үйіне шақырды ғой. Бұл тамақты қалай стөлді жайып жіберді. Қазы болды. Гусь. Енді нетіп жатыр. Қайда бақыт сайрап анау іштесі шетті. Мен бабамға айтам, кірме бастықтар кіріп. Келмеші, бабамға айтам, жақсы көріп қана. Қайта кіріп. Құралай бар, ана жерде Құралай Марқұм мән айтты. Бақытты неше түрлі анекдоттар айтты. Ана өліп тура бар ғой да. Сосын айтады, нет, мен вообще содан бар ғой, келгеннен кейін алдында керемет қатал. Жаңағы 0,25 үшін мені құртайын деп отыр тура. Содан кейін тұрды да, вообще былай қарай салды. Келеді айтады, вино, магазиннан Соколовскайлар жүріп барады, вино келеді, вино шетте отырады, не жазып жатыр деп бүйтіп қараймын, көрдім, көзім көрмейді, не жазып жатқан. Ақыры вообще күшті жазып қойды. Сау деді, құттауда қысау. Өйткені бақытты көрді, өз ана балаларға жүріп барды, өзі көзі бақырайды. Біз келіп алып күлеміз, наверное, қорқаншылар мұны бақыт мені Ол кісіні бәйет қаладан көрдім. Өзі бүйтіп маған, здравствуйте, вы меня не узнали, дейді. Я говорю, нет, я жомай. Тойда. Вот содан 0,25-тан Соля Губадованың биыл маған высший категория берді. Сосын да бөле айтайды. Жұмыс бабымен Соля Губадованың неде фойеде жүр, что-то бірдемеге ренжіп бір кезде қарбесекеде стали дейді. Сосын мені осы айтырым, Соля Губадованың қарбесекеде стали. Не про тебя говорю я. Не про тебя. Көптен көп рахмет. Жақсы әнмен жалғасады. Міне қыздар ана жол айтқанда 0,25-ті. Міне доказательство. Осылай болды бізде. Осылай біз бәрін сақтап қалдық қаншама нені. Ортаға Самал тобының мүшесі болған Майгүл Асқарованы шақырамыз. Әртістеріміз. Енді мүшесі. Олай болса, Майгүл көсел береміз. Экономика бізге Öttiğiniz gibi bu kanıdan olur kanıdan
Мадина Иралиева ұқсайды. Дания әлгі шенменен бар. Домбырамен жетпес нақы бар. Кешіріңдер, біз уже біз бақылаудай Сценарий на ходу меняем, Гүлнұры керемет ерке қыз болады, иә. Бес қоймай, өлең айтпасаң деп, мына кісі мені қорқытады. Жангелді мұғалім екеуі. Тұрысының өзі ерекше ғой. Иә, кербес. Анадан туғансың ба? Осындай қос азаматқа келген аналарға арнап бір. Ағырған самай шашыңнан алдыңда ана басырдың бөпеңнің тербетпесін әкемнің даңқын асырдың елеусіз емес шешілгін кем қылмай елден өсірдің жақсымыз болса жарсадың қатеміз болса кешірдің қашанданадан қарыздар саған жүргенін едің сұлу ана менің
халқың жетпесін ақыба деп бабаларымыз айтқандай бүгінгі күні өлкемізге танымал мақтаныштарына айналған Жұмағали Елжанов пен Қайырлан Райымбектің бірлесіп шығарған шығармалары өте көп. Ендеше ағаларымызды көңіл толқын күйімен ортаға шақырсақ. Жұмағали әлән айтасың. Мен күлдіріп, иә? Айтты ғой, кім витамин алып, дәрі, витамин барлығы да, осыдан кен ауырдым демейсің, ә? Молодцы, қыздар библиотекаре. Сендер болмасаңдар осындай кеш бола ма? Сендер молодцы. Сендерді мен осындай дүниеге жететін болыңдар. Амин айтамын. Қайраған фотосын электронкаға салып жіберіп. Біздің қыздар айтады, а что? Вы не знаете? Мен бұл кісілерді уже үнсіз түсінемін. Маған біреудің фотосын салып жүрсе, мен құттықтау жазып қойдым. Иә, шын. Молодцы, вот соны алдын ала бәрін ойлап. Біреулер ұмыт кетеді ғой, сосын ренжиді. Мен онда ауындайды алдын ала ойлайды кісі. Гүл алып, мына жерде мынандай не бай көйлектен көйлектесіп жатсың ғой, ә? Бұдан бәрі көйлектен бәрі күшті. Енді орындықтарын тақып қойыңдар, деді ма? Не деді? Самое главное зданияларында аласаңдар. Сужыватыр видео. Гүлдақы. Ал шабыңдар.
Kasap fotoda deymen. Bir konkurslarda koydum mu? Шайдана отырмыздар. Енді осыға қазіргі құрамының зерттеу тобының қызметкері Мұхаммедқали Саярды той-тойға басынан шақырсам. Жақсы көңіл күйде отырайық. Көз тигіз. Новогоднее настроение жасайын деп отырмыз. Стул уберите. Давайте. Неге ән жоқ па? Сенде не жоқ па? Кім? Сая? Запись қайда запись? Жоқ. Неге? Бүгін эксклюзив кеші деген сияқты. Шәкірттер сабақтау.
Ортаға қытта сөзі үшін орталықтандырған кітапханалар жүйесінің директоры Айгүл Мұхарамқызы Жексенбаева. Құрметті бүгінгі кешке қатысушылар, осы жерде бөтен ешкім жоқ, барлықтарыңыз мәдениет жанашырларсыздар. Бүгін әдемі кештің куәгері болып отырмыз. Оның ішінде 60 жас мерейтойы болған жақын арада Жұмекен мен Қайролла ағай. Сіздерде өнерде де сіздерге барлық Самал тобының өнерлеріңізге бас иіп, әдемі бір естеліктерді еске түсіріп, жаңағы карантиннан кейін әнді ұмытқанбыз тыңдауды. Керемет рухани серпіліс бердіңіздер, үлкен рахмет. Осы Самал тобының негізін қалаған деп біздің қыздар айтып жатты. Самал тобының жаңағы жұмысын көрсетуге үлкен септігін тигізген Сәуле апай, сізге де осындай еңбегіңізді бағалап бізге әрі қарай да бізге жаңағындай рухани жағынан, жаңағы идея жағынан көмек беріп отыруыңызға тілектеспін. Сау болсын сіздерде. Жұмекен мен Қайролла ағай, сіздердің өнеріңіз жаңа айтып жатыр ғой, өнерге қалай келдіңіздер деп. Сосын кез келген сөзге Қалесқар ағай айтып кетті. Сіздің ата-бабаларыңыз жаңағы өнерге жақын деп. Сосын Қайрекен айтты, міне ән айтып отырған міне қыздарды ойлап қарап отырсам, Майгүл Насыровнаның әкесі өткенде айтып жүрдім, Санду бәрін қарап отырсам, Бұқар жаудың сөзі есіме түсіп кетті. Жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да, тартпай қоймасын негізге де. Сол негізге де байланысты екен деп, сол моментте тәреліздеп. Өнерлеріңіз өрге жүзе берсін, шығармашылық табыс тілеймін, барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық, алда келе жатқан жаңағы 2022 жыл барлық шаңыраққа бақыт әкелсін, береке әкелсін. Ең басты байлық денсаулық дейді, денсаулықта осылай үйім бірлікте, кітапхана рухани ордада көрсе берейік. Құрметпен Жұмағали Айханұлына үлкен марапатымыз бар. Аудан әкімінен кейін енді біздікі кішірек болып қалуы мүмкін оның қасында. Неге? Руханият ордасының сіздің мерейіңізді үстем ететін осы ұжымның атынан, кітапхананың қыздарының атынан сізге сыйлық табыстарым келіп тұр. Жақта бетіне түсіп қойсайшы, аман қойсын. Дәл осындай марапат Қайролла Бекбайұлына. Бізге де жұғысы болсын, алықша. Шақырағандар бірге фотоғап. Барлығымыз келіп фотоғап. Жоқ, осында ғой нелер ғой жаңағы әкімнен алған, сонымен сұндырған күлтір ғой. Гүл әкіммен, осы паузаны толтырып жіберші мен, өте жақсы айтқан Сәуле керексіз осы. Ол өте рас, өйткені бар ғой, жаңа айтып жатыр ғой Сәуле мен облыс көлемінде жоқ бар сақа шаруа істеп жүрген. Бірақ жазам туады ғой.